Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар, алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Соғыстың соңғы жаңалықтары деген лекциямызды бастаймыз. Дәл қазір Американың Нью-Йорк қаласында 8 наурыз түскі сағат 12-ге таяды. Сіздерде 8 наурыз, Алматыда түнгі сағат 11. Ендеше кеттік. Бүгінгі 8 наурыз мерекелеріңізбен құттықтаймын. Апалар, әпке қарындастар, әжелер. 8 наурыз Америкада бұл арада ешкім тойламайды. Тек Совет одағынан келген Совет адамдары ғана тойлап, гүл алып, бір-біріне сыйлап жатады. Енді шыны керек, Америкада 8 наурызды білмейтін де жұрт өте көп. Өте көп емес, басым көп сандысы білмейді. Бұл енді негізінен 8 наурыз деген Совет одағы және сол коммунистік лагер. Сол коммунистік лагердегілердің саяси мәндегі мерекесі екендігін біз Америкаға келгеннен кейін барып байқадық. Бұрын Қытайда да тым қатты тойламайтын, бірақ соңғы кезде жағдайлары жақсарып, қалталары қампая бастаған кезде олар да 8 наурызды тойлай бастады. Бірақ жалпы саясиланған мереке. Америкада бұны неге тойламайтын туралы кеше Google-ден жазып іздесем, ол жерде де 1-2 мақала шықты. Онда да сол Совет одағынан келген адамдар неғып америкалықтар тойламайды, бұны тойлаған жақсы еді, америкалықтар әйелді құрметтемей ма деген сияқты бір ойларын айтыпты. Яғни советскийлер Америкаға 8 мартты тойлаңдар деп ақыл айтып жатыр екен. Тойласа жақсы болады екен, тойласа керемет болады екен деп ақыл айтыпты советскийлер. Бірнеше мақала көрдік. Жалпы енді тойлап үйреніп қалған біз ғой. Бойдақ күнімізде сол қыздарға 8 марттың қатты тойлап жіберетінбіз. Мерекеңізбен деп, қыздарда мерекемізбен деп жаңағы сөйтетін. Баяғыда бір әзіл қой құдашамыз бар еді. Осы биылғы 8 марттан қалмайым деп бәрімізді қарық қылатын өзі. Өзі қап-қара қайыста, енді ойлаймын, сен бір аталарың Үндістан емес па, немесе Африкадан емес па деп әзілдейтінбіз. Аймен күндей жарқырап осы 8 мартта биік өкше киіп алып, жасанып, мен көшеге шыққанда жарқ-жұрқ етіп, жігіттер енді құлайтын шығар, енді осы 8 марттан қалмай өтіп кетем деп күлкіге қарық қылатын. Көшеде ары-бері жүріп алсаң болғаны, әйтеу бір жігіт гүл сыйлайды дейтін ғой. Енді қызық, неше түрлі әзіл бар ғой 8 мартта. Мен әйтеу 10 наурыз күні тұтқындалдым. 10 наурыз күні 2019 жылы тұтқындалып түрмеге тығылдым. Содан түрмеде мені кісі өлтірген қылмыскермен бірге қамап қойды. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті Астана қаласында. Мені Алматыдағы анау қонақ үйдің аты не еді? Хаят бет. Хаят қой деймін анау. Алматы Тауэрстің қасындағы анау биік қонақ үй. Сол қонақ үйден тұтқындап барымталап алып кетіп, Астанаға апарып ұшақпен. Содан сол жерде Астанада мені қамап, сөйтсем қасымдағы орыс екен. Әкесі қазақ әскери адам, шешесі орыс екен. Содан 8 наурызда ішкен ғой бұл орыс. Ішкен, енді өлгенше ішкен. Содан ол әйел жоқ дейді, өздері қалың еркек өз бетінше тойлап ішіп кеткен ғой. Содан әлгін 17 жерінен дейм, 15 жерінен дейм, сұмды енді айтудың өзі. Сон пышақтап тастаптым, білмей қалдым дейді. Өз қазақша судай, шешесі орыс болған. Мен Шымкентте тұрады екен, шешесі бәрі. Әкем қазақ болғанда қояды. Сон 8 наурызда ішкенбіз. Содан маған қарай секірді, сосын мен тығып алдым дейма. Содан міне 10 наурызда тұтқындалып отыр екен. Кісі өлтіргішті қасына қамап қойыпты енді. Мен де бүйтіп ойланып жаттым. 8 наурыз десе есіме сол келеді.
8 Nauruздың мерекесін кісі өлтіріп бастаған ғой кісілер жаңағы. Ойланып жаттым былай қарай енді. Егер тура арқамнан келіп міне түссе, шынтағыммен тұмсықтан ұрармын, атаңа нәлет. Құдай біледі, Киембі мынау мені өлтіріп тастасын деп Киембінің әкелген адам шығар әдейі. Болмаса мен енді саяси бап бойынша сотталып отырмын. Қытай қазақ достығын бүлдіріп қойған, Қытай мен қазақ шырынай болып махаббаттасып, бірінің аузын бірі жалап, қазақтар рахаттанып Қытайға, о, сенің ақшаң не деген жақсы деп Назарбаев жаңағы Ши Цзиньпинге бақашаян аузыңнан бақашаянның иісі шығып тұрғанмен ақшаңның иісі одан да дәмді екен деп, па шіркін кекірші, ана сасық аштыларыңды жеп асқазаның уланып кекіргенде сасық иісің шығып тұратын бақашаяның иісі қандай жұпараңқып тұр деп Назарбаев пен Ши Цзиньпиннің махаббаты жарасып, бірін-бірі қолын ұстап алып, ойлашы. Енді о заманда бұл заман бір елдің басшысы екінші елдің басшысының екі шал екеуде қолын ұстап алып жүрген деген не, сөйтіп махаббат болып кетті ғой Назарбаев пен Ши Цзиньпин. Назарбаев мына Тоқайдың да қолынан ұстап алып бүйтіп бір жүретін естеріңізде бар шығар. Бұл шалдар сондай өзі, бірімен бірі бірдеңе енді әйтеуір адам ойлауға ұяласың енді. Аты жаман нәрсе ма деп. Сөйтіп шалдар сөйтіп жүргенде мен оны екі шалдың махаббатын бұзып қойыппын да жаңағы. Сонымен мен бас салып ұстады, сөйтіп кісі өлтіргіш. Жаңағы жарым қазақ, жарым орыспен қампып. Сонымен енді Құдай төбеңнен ұрсын, 8 Наурыздың құрбаны мен болып кетпейін деп, жаңа қолымды дайындалып тұрдым енді. Бізде анау мынау емес. Мектептен жаңа жоғары оқып, анау 2-ші сыныптан бастап футбол тепкеміз. Сан түйенің санындай, балтыр түйенің балтырындай дейміз бен. Кәдімгідей келетін болса тарс еткізем, аяғыммен қабырғаны тіреп тұрып басыммен ұрамын деп дайындалып жатты мен. Жан керек қой әркімге. Соған бүйтіп ойлап қоям, атаңа нәлет, ажалымыз жаудан емес, мына бір алқаштан болып әкеңді ұлттық қауіпсіздіктің құрбаны болып кететін болдым. Ау Қайран Заманбек, Қайран Алтынбек, өлсең де оқтан өліп едің, енді атаңа нәлет, менің ажалым бір алқаштан бола ма деп түңіліп қалдым кәдімгідей. 8 Наурыздың буында кісі пышақтайтын жындының қасына қамап. Сол енді 8 Наурыз дегеннен кейін еске түсіп кетті ғой атаңа нәлет. Осыдан қанша жыл бұрын, 19 болса 20, 21, 22, 24 жыл болып қапты ғой. 4 жылда осы 8 Наурыздан кейін қамалып Киембінің түрмесінде естеріңізде болатын шығар. Сол енді жалпы не айтам, мерекелеріңіз құтты болсын енді. Ішпеңіздер ең жақсы. Мына қыздарға да айтам, бұл жігіттер жаңағы ішпегенің өзіңе жақсы, ішкенің бізге жақсы деп жігіттер ішкізеді, ішпеңіздер. Бүкіл дүниеде қылмыстың бәрі осы арақтан болады. Мейлі Азияда, мейлі Еуропада, Америкада. Бүкіл адамзаттың басындағы үлкен қасіреттің бәрі осы арақтан болады. Отбасылық зорлық, зомбылық осы арақтан басталады. Арақ ішкен жерде береке болмайды. Бүкіл дүниедегі осы қылмыстың негізгі көзі және сол туындайтын жаңағы қосалқы қылмыстар бәрі арақтан болады. Сіздерге бір мысалды келтірейін. Көп адам кеше мен пост жаздым. Осы Америка 8 Наурызды тойламайды. Америкада тек советскийлер жүреді көшеде. Жаңағы осы 8 Наурызда Американың көшесінде жүрсең, үлкен қаладарында және советскийлер жүретін. Сол жаңағы гүл көтеріп ап шапқылап жүрсе, онда ол советский екен дейсіңіз. Советскийлердің түрі де, киімі де, көзі де өзі ана Американың басқа халқынан бөлектеніп тұрады. Бір жерге барсаң, бүйтіп аяғыңнан басыңа бүйтіп скайнерлесе советский. Жаңағы қатындары малынып, қымбат киініп алса советский. Ресторанда той жасап, тамақты деген төгіп тастап, өліп, жаңағы туған күн өткізіп тойлап жатса советский. Америкалықтар өйтпейді. Америкалықтар ең бай, шіріген бай дегені 20 адам, 15 адам шақырып, әр адамның алдында бір тәрелке тамақ болды. Сонымен халау мәлеу, сосын I love you де, I love you, онда I love you болса мен де I love you деп болды, бірін-бірі жалап жұқтап той біте салады. Бізде қырылып жаңағы ана билеп, кавказдықтар болып, аяқ үйген тауық құсап, тыпыр билеп,
адыраң етіп билеп, бір кезде маймыл болып билеп, бір кезде есек болып аңырап, осы Нью-Йорктың өзінде осы бір бұрышын сасытып жатқанның бәрі сол Советскийлер. Содан арақ ішіп ұсталып, оны иммиграция ұстап, оны тергеп, бытқып жатқан, төбелесіп жатқан, соғысып жатқан тағы сол Советский. Өзі сол енді, өзі сол. Сосын жаңағы осы Америкада отырып, ана орыстың қатындары немелеріне, блогерлеріне жазады. Мына Американың қатындарында вікс жоқ таппады да. Біз деген міне қымбат киінеміз, мына бриллиант, мынау Италияның пәлен деген, жаңағы пәлен деген несі жасаған бриллиант төсек, мына тон деген, ана бәленбай дизайнердің тоны, біз деген мына қымбат ресторанда отырамыз ғой деп, әгілердің несін көріп күлкім келеді. Атаңа нәлет, сен қай мемлекетте жасап жатсың? Сол мемлекеттің демократиясымен өмір сүріп, сол мемлекеттің тастай қатаң финанстық экономикалық заңынан игіліктеніп, сол жерде жұмыс істеп, сол жердің қызығын көріп, сол жерде байып жатсың. Сен сондай мықты болсаң, Россияда байысаң, Путиннің талтаңбайлар келіп, бергел дейді де, тарс еткізеді ғой, киембіге бір төлейсің, салыққа бір төлейсің, анау мынау бандит қарақшысы бар, жоқ боласың ғой. Қысқасы, жаңағы сол 8 мартты тойлау арқылы Совет одағы керемет бір әйелді құрметтегіш, әйелдің құқығын сондай бір сыйлағыш сияқты бір образ қалыптастырғаны менен, дәл қазіргі Ресей және сол орыс ықпалындағы орыстанып кеткен мемлекеттер бүкіл жер жүзіндегі әйелдердің құқы ең қатты тапталатын территорияларға жатады. Ресейдің бодандағы халықтар жасайтын жерлер, Қазақстан және осы тағы басқа елдер әйелдер мен баладардың құқы тапталатын әлемдегі ең сұмдық елдерге жатады. Ол неден басталады дегенде, арақтан басталады. Ол неден басталады дегенде, арақтан кейін отбасы кикілжіңі басталады. Арақтан кейін зинақорлық басталады. Арақтан кейін кедейлік басталады. Арақтан кейін қызғаныш басталады. Арақтан кейін жаңағы Наташа білмей қап, Александрмен бите қалған болады. Арақтан кейін жаңағы Сергей білмей қап, битіп қойып, білмей қаппын дейді. Содан Наташа, Александр, Сергей, Пергей болып, сонымен қырғын болады. Содан қорс еткізіп тығу, газды жару, қабат үйден секіру, ажырасу, бытшыт болады. Қазір Совет одағы елдері дүние жүзі бойынша арақ және кісі өлімінен кейін әлемде бірінші орында тұр. Совет одағы деп мен бұл жерде орыс болып кеткен Қазақстанды, орыс мәдениетін әбден аталмыш. Мәдениет емес, Құдай төбесінен ұрсын соны мәдениет деген. Орыс індетін бойына жұқтырған, індетпен ауыратын, орыстық індетпен ауырған қазақ және орыстанып кеткен халықтарда бұл әйелдердің құқы ең көп тапталады. Олар ойлайды мына, ойбай, арабтар деген әйелдерді битіп орап тастайды, көзін битіп қойған. Ойбай, арабтарда әйелдің құқығы жоқ дейді. Мына орыстың әйелі және Совет одағы елдеріндегі әйелдер Қазақстан бар. Сіздер ойламаңыздар, Совет одағы жоқ, ойбай деп. Мен Қазақстанды әлі Совет деймін. Қазақстан дейтін мемлекет әлі тәуелсіз болған жоқ, әлі Совет заманында жасап жатыр. Ана бұрынғы КГБ-ның бандиттері, Компартияның бандиттері партбилеттерін төс қалтасына тығып қойып, КГБ-ның тонын теріс айналдырып киіп, аяқ астынан киембі болып отыр. Бұрынғы шпиондар араб тілін, анау-мынауды, қазақтың менталитетін, тарихын зерттеп, соны жаңа мақсат қылған шпиондар аяқ астынан ұлтым, дінім деп шыға келді. Кеше дін жоқ, дін апин деген адам Қазақстанның муфтиі болып шыға келді. Мана дүние солай да бұл шайтан өзгертеді. Шайтандар бәр құбыла береді. Шайтан еркекте болады, әйелде болады жаңа. Сондықтан бұл
ертең қайтадан коммунистік жүйе орнап, қайтадан компартия болып, ай сен баяғыда КГБшник едің, дін жоқ деп кітап жазып, Казгуде кітабың оқылып еді, аяқ астынан мұфти болып, бәленбай кітап жазып кеттің десе, кешіріңіздер, компартияға адалмын, мен сол анығырақ зерттеп, анық зерттеп компартияға қызмет ету үшін біраз солардың образына кіріп кеттім деп, қайтадан дін жоқ деп кітап жазатынына мен сенімдімін. Енді отбасы зорлық зомбылығынан өлетін әйел ең көп. О Ресейде, Қазақстанда. Мүгедек болатын әйел ең көп, күйеуінен таяқ жейтін әйел ең көп, отбасы зорлық зомбылығынан өз-өзіне қол жұмсайтын жастар мен жасөспірімдер ең көп, отбасы зорлық зомбылығынан ажырасатын әйел ең көп, және отбасы зорлық зомбылығынан ажырасқаннан кейін бала шағасына, балаларына, кемалатқа толмаған балаларына төлеп ала алмайтын, алимент ала алмайтын ең көп, жаңа көкек әке, көкек шеше ең көп, тастанды баласы ең көп. Баланы туады да шешесінің өзі қоқсыққа тастай салатын, жетімханаға тастайтын, докторханаға тастап кететін ең көп ел Ресей мен Қазақстан. 8 март келеді, жаным, күнім, алтыным. Не дейді? Орыс тіліндегі әдемі сөздерді айтайыншы. Любимая, Золушка, тағы не бәлесі бар еді? Ой, ұмытып қаппыз ғой. Любимая Золушка, жаным менің деп, гүлді бір құшақ гүлді сыйлайды. Содан сол күні Наташада, Паташада сонымен болады. Содан қараса ертесі бүйтіп қалған, ойбайда, ойбай дейді. Содан өз үйлене ме, үйленбей ме, соны келер жыл сол уақытта баласын жетімханаға не қоқсыққа тастап отырады. Міне 8 март. Міне 8. Бұлай қарасаң керемет әйелді құрметтеп тұр. Орыстар және орыс болып кеткен қазақтар. Жаным, күнім, мерекеңмен шуба алып берейін ба? Бүйрегімді сатып, саған бриллиант алып берейін ба? Өкпемді мына Қытайлар өкпе сатып алады, бауыр сатып алады дейді. Сатып жіберіп, саған шуба жасап берейін ба? Шуба алып берейін ба? Деп, еркектер бүйтеді, бітті. 9 наурыз түрмеден көреді, больницадан көреді, бала жетім болады, қырғын. Сөйтсе 8 мартта Советскийлер тойлайды екен деп, Совет одағында әйелдерді керемет құрметтейді екен. Ойбай, орыс пен қазақ Совет одағы әйелдерді құрметтейді екен. Айбай, араб деген басына орап тастайды екен, көзін жылтырап дегенмен, дәл қазіргі арабта мен енді идеал деп айтпаймын, ол арабыңда білесіздер ғой қалай. Бірақ Дубай, Катар сияқты арабтың қатындары жаңа басына бүйтіп қап-қара киіп алып көзін жылтыратқан қатындар, ана бір арабтың 4 қатыны көздері ғана жылтырап тұр, үстінде ештеңе бүйтіп селфи жасайды. Кейде ойлайсың да, бірін-бір қайтып таниды, тек көздері ғана түсіп тұр да, бүйтіп қалған жердің бәрі жақ. Сөйтіп, өйтіп мазақтайсың неше тұр. Бірақ сол қатындар, мынау орыс пен қазақтың қатындарынан бақытты. Неге? Бірінші, олар миллионер. Неге? Олардың еркектері жаңағы өз мемлекетті дұрыстады. Анау мұнайдан түскен табыстан әрине патшалары, әмірлері ең көп алады, бірақ халқының бәріне туған баласына бірденке $100,000 автомат есеп шотына түседі. Ана сенің назарыңда жаңағы, сен ана қарның буылтық шың шығып кеткеніне қарамай кіндігіңді көрсететін көйлек киіп ап, жарасты ма, жараспады ма, өзің мойын жоқ бір тиған семіздігіне қарамай, өзіңше модный, современный болып, өзіңше ана арабтың қатындарына қарағанда бақытты болып, давай 8 март, 8 март дей ма, 8 март дей ма, давай деп арақ ішіп соны әйелдің оқуға екен деп жүргенде, ана сенің назарыңдағы бақытсыз дейтін арабтың қатыны қолына $1,000,000 бриллиант саусағына тағып, үстіне бәленбай $100,000 шубасын жай күніне ауыстырып, ана үстіне киген киімдер әлемнің ең бренд киімдерін киіп, қаласа Францияға ұшып барып, қаласа Америкаға ұшып келіп, ақшаның, мұнайдың көптігінен өмір сүріп жатыр. Және ол, ойбай, оның бәрі чейықтар деме, ең сорлы, Араб Біріккен Әмірлігінің, Катардың, ең сорлы картаға түспейтін, тас жол салынбаған жердегі ауылындағы жаман түйеші арабтың қатыны миллионер болып өмір сүреді. Сасық түйешінің, ешкі бағатын, шегіртке жейтін, сенің сол арабтың қатыны бақытты өмір сүреді. Ол кем дегенде байынан
Таяқ жемейді, себебі оның байы ішпейді. Бай ішпейді. Ол көп адамдар ойлайды, мынау арабтар ойбай қатыны құл болып жатыр деп. Енді ол ана быт-шыт болып әлі соғысып жатқан арабтар болса білмеймін. Мана бай арабтарың деген, анау кез келген бай арабтармен мынау Америкада таныстық, Вашингтонда талай жиналыста болды. Сон сіз қайда оқыдыңыз десе, мен Кембриджді тауыстым. Сіз ше? Ой, мен Оксфордты тауыстым. Мен Харвардты тауыстым дейді. Қасында жаңағы оранып алған қатындары бар. Сосын енді сізбен сөйлесуге бола ма десе, болады енді. Мен бармын ғой дейді. Ал енді бұл кісі болды оқып қойған ғой, сол оранып жүр. Ол да Харвардты, Кембриджді оқып қойған. Сіздер ақыл оқыдыңыздар ма? Мемлекет келіскен, жылына осындай бәлен бала оқиды, мемлекет төлейді, біз оқыдық. Ол сіздерді әйелдерді оқытады екен ғой десек, кім айтты бізді әйелді оқытпайды деп дейді. Ал біздің жаңағы 8 март тойлайтын. 8 март тойлайтын. Қолында жаңағы 5000 теңгелік гүл ұстап, аяғына 2000 теңгелік су өтіп кететін, қар өтіп кететін, жаңағы жасанды аяқ тері, аяқ киім, биік өкше киіп алған біздің бейшара қыздар, ана қарды Алматының көшесінде қарды басып, табанынан су өтіп, бірақ қолында жігіттер сыйлаған 5000 теңгелік гүлі бар қыздар. Харвардтың не екенін біле ме? Оксфордтың не екенін біле ме? Харвард деп айтып көріңдерші, тілдерің келе ме екен? Гарвард, орыстар Гарвард дейді. Келмейді. Жаңағы анау бір тал жүзігі, бір тал алқасы, $1 миллион болатын бриллианттардың аты түгіл оның дизайнер бренді білмейсіңдер. Бірақ ана арабтарды мазақтап қоясыңдар да. Арабтар оранып аптадық па? Оранып дейді ол оранып алған, ол өзінің дәстүрі ол. Бірақ ол адам құсап өмір сүріп тұр да, оның баласына төлем бар. Оның баласына байы әкелік махаббатын береді. Оның баласы дүниедің ең мықты жерінде оқиды. Мемлекеттің мұнайының байлығының қызығын көріп тұр да. Ана 4 қатынын ертіп алып жаңағы, жаңағы Хабиби, Сабиби, жаңағы Сакара, Макара келіңдер деп 4 қатын ертіп алып, жаңағы атағаз құсап, айтағында бар 4 қатынымен ертіп алып, міне жүрдан. Ал сен жүрсің жаңағы, сиыр сауып, анау бір дүнгеннің ба, сарттың ба, біреудің дүкенінде дірдектеп, жаңағы тауарын сатып, асқанасында дірдектеп, белің сынып кеткенше, ыдыс аяғын жуып, жынды болып жүрсің да. Сенің табанының асты мұнай мен газ, аяң аспанынан бас бүкіл байлық, бірақ қайыршы болып жүрсің да. Сонымен ара тұра осимай барып келіп бақсы, жаңағы ана жігітте, мына жігітте бір уыс гүл сыйлап, содан бақытты сезініп, телевизорды ашып қалсаң, көрдің бе не арабтың қатындары оранып алған, арабтың қатындары оранып тұр, олар бақытсыз. Сен деген бақытсызсың, міне гүл алып тұр, еркектің бәрі жаным, күнім деп тұр дейді. Сон өзіңді бақытты сезініп, жаңағы ана қайыршылығыңды, жоқшылығыңды, кредитіңді ұмытып, байың жылына бір рет бір уыс шөп сыйласа бақытты болып, арабтарға қарағанда бақыттымын, тәуба, ауғанның қатындарына қарағанда бақыттымын, тәуба, шүкір енді өстіп қайыршы болып жүре берейінші, сиырымды сауа берейін, дүнгеннің сарттың дүкенінде сатушы болып, белім сынғанша сатушы болып берейін, мына 1000 теңгелік, 2000 теңгелік арзан су өтіп кететін матадан жасаған, іші мата сыртын краскілеп қойған, жалған етік киіп ап, қаздаңдап, бұлай сыртынан қарасаң рахат, бірақ бұтыңнан бұт қалмай сөйтіп тоңып дірілдеп жүре берейін дейсің да. Сол 8 мартта давай денсаулық үшін махаббат, желаю вам любовь, счастье. Не дейді? Мен орысша бір-екі тос жаттап еді қаяғда. Желаю вам любовь дейме, құдай төбек тілде келмей қапты ғой. Счастье дейме, счастный бірдеңе айтушы еді ғой. Сөйтіп арақты ішіп аласың, соны бір кезде қарасаң, қасыңда кеше өзі 8 мартты жаңағы Быт-шытбаймен тойлап жатқан сияқты едің. Быт-шытбай ұқсамайтын біреу жатыр қасыңда. Содан ойбай не болып қалды деп, ей Быт-шытбай десең, ей жындысың бе? Мен Быт-шытбай емеспін. Сен не кеше Быт-шытбаймен тойладың ба дейді. Жоқ енді. Ей кеше сенің 8 мартыңды мен тойлап, сіздің атыңыз кім еді? Танысайық. Қарындас, менің атым Тасталқан деп. Сонымен Тасталқан Быт-шытбаймен 8 март тойлап, Тасталқанның қасынан тұрып таңертең 9 мартта бас жазып, содан Тасталқан кетеді, жындысың ба? Сен кімсің енді? Кеше құттықтадық, сыйладық енді.
давай жақсы аман бол енді. Ойбай, енді тасталқан, енді мен алам деп едің ғой кеше, деп сонымен жүретін міне Советский. 8 март. Я, аналарды сыйлау керек. Бірақ жер бетінде аналарды сыйламайтын бір қауым бар ма екен? Оңай омыртқасын үзіп қойды. Жапонға қарасаң, ол шешесін деген енді тура Жапон деген ата анасына жаңа құрметті, олар құлшылықтың біріншісі деп біледі. Корейге қарасаң, Корей деген әке шешесі отырғызып қой, бас ұрады бұлай, бас ұрады. Азиялық халықтар өзіміз сияқты беті жалпақ, көзі сығырайған азиялықтар, тек бойынша айтқанда монголоидтық текке жатады. Отырғызып қой бар. Олар деген әке шешесіне бүйтіп, тіпті тіке қарай алмайды олар. Оларда мына ата-анаға сый деген енді солай. Ата-анаға деген құрмет солай. Енді қазақ ежелден жаңағы ата-ананы сыйлауда, ол біздің көшпенді халықтың әйелге деген құрметі, ол таңғажайып. Ол ежелден жаңағы бізде оның құрылымы қалыптасып қойған. Енді сонда ойлаймын жаңағы Америка қарасаң, тіпті әйелдің құқы деген бұл жерде Америка, Еуропада бірінші баланың құқы қорғалады. Екінші әйелдің құқы қорғалады. Үшінші ит пен мысықтың құқы қорғалады. Төртінші еркектің құқы қорғалады. Төртінші. Бұл жерде мысалы әйел адамның құқы қорғалады. Бұл жерде жаңағы біреуден балат көтеріп қап, тауып қап, ойбай, ай, бытшытпай, ай, тасталқан, мына балаңа ақша төле, ай, тасталқан деп жүгіріп жүрген әйел жоқ. Полицияға бересің, бітті, болды. Ол сол баланың әкесі ма, бітті, оның жаңа кеңірдегінен сығып тұрып ақшасын баласына төлетеді. Үйі болса, үйін, көлігі болса, бәрін тіпті. Әйелге бейтіп саусағын тигізіп қойған еркектің тіпті көлік жүргізетін көлігінен тартып банк есеп шотына дейін бірақ мұздатып тастайды. Көлікті жүргізе алмай қалады ғой бейшара. Міне. Америка солай. Сол қарап отырсаң енді әйелді құрметтеу керек. Отыңды жағып, түтініңді түтетіп отыр, ұрпағыңды өсіріп, жаңағы артығың мен кеміңді, жаңағы ең білетін адам әйелің, сенің артығың кеміңді. Сол артығыңды асырып, кеміңді жасырып, ыстық суығыңа көніп отыр, Міне, әйелді сыйлауға тиіссің, ананы сыйлауға тиіссің. Бірақ ананы, әйелді сыйлау, осы басқадан үйренейік, осы орыстан үйренбей-ақ қойықшы. Сол сәбеттен, Құдай ұрған сәбеттің бір күнде бір уыс шөп сыйлай салғанына қарап, ойбай, Совет одағында, Ресейде, Қазақстанда әйелдің құқығы керемет екен деп қиялданбай-ақ. 8 мартты Жапон білмейді, Корей білмейді, Сингапур білмейді, Тайван білмейді, Азияны айтайық енді, Еуропаны айтып, басымызды қатырмай, енді Еуропа деген ай шарының ар жағына кетіп қалған ғой, былайша айтқанда. Міне. Бірақ осы азиялық халықтардың өзі әйелді сыйлап, анасын сыйлап, әйел мен баланың құқын қорғаудан дүниенің алдыңғы деңгейінде, оқу-тоқу алдыңғы деңгейінде. Мен жаңағы көзін қана жылтыратып орап алған арабты үлгі қыл демеймін. Бірақ осы азиялық елдер, Жапон, Корей, Тайван, Сингапур, осы елдерді қарап, біз ана Еуропа, Америкаға еліктемей, осы Азияның 4 еліне еліктеп алайықшы. Соның өзінде әйелдің білімі ең жоғары, әр 1000 әйелдің ішінде докторлығы бар, профессорлығы бар, магистратурасы бар, бакалавры бар әйелдің саны ең көп, дәрігер, медсестра әйел ең көп, әйелдердің жаңағы отбасы зорлық зомбылығы ең төмен, баладардың жаңағы қылмыстық құрбаны болуы ең төмен, педофил, жыныстық зорлық зомбылықтың құрбаны болуы ең төмен. Осы елдерді қарап отырсаң, әйелдер нағыз бақыт. Енді Еуропа мен Американы айтып, мен басты қатырмай-ақ қойын. Азияның елдерін айтып, соған айт. Әйел қайтсе бақытты болады. Күйеуі сүйсе, сыйласа, адал болса, күйеуі ұрмаса, отбасында ұрыс керіс болмаса, ақшасы жетіп тұрса, қыста тоңбаса, жазда пысынамаса, баласын әкесі махаббатпен жаным, ұлым, қызым бүлдіршінім деп әкесі еркелетіп отырса, отбасында тыныштық болса, қылмыс болмаса,
бірін-бірі пышақты қылып алам, бауыздап тастайын, қырып тастайын болмаса, онда ол әйел бақытты. Өзінің шынай сүйген еркегімен қосыла алса, өзінің шынай сүйген еркегінен жылу махаббат ала алса, өзі шынай сүйген еркекпен қосылып бала өсірсе, ол өсіріп қыз тәрбиелесе, онда ол әйел бақытты. Ол әйел кәртейгенде жаңа Құдай қосқан қосағымен қоса кәртейсе, ұлы мен қызын өсіріп, қызығын көрсе, келін түсіріп, қыз ұзатып, бақытты өмір сүрсе, ол әйел қартайғанда ана болып, бәйбіше болып, ол бақытты. Бірақ жоқшылыққа жемей, денсаулығы күйреген, аузында бүтін түсі жоқ. Оны Советский алтынмен, сары алтынмен ақситып бейтіп қойып қойған. Ана сары алтынмен ақситқан түсін көрсету үшін аузын қисайтып ыржалақтай беретін. Сөйтіп отырған. Үйінде тіпті әжетханасы жоқ. Суханасы жоқ. Әжетханаға бару үшін 5 километр жерге баратын ол әйел қайтып бақытты. Қайтып бақытты. Өткенде бір бауырымызға жатып кеп ұрыстым. Шешесін қажылыққа жібердім, машалла, шеке сізге қажыда дұға жасайды, анау мынау дейді. Сон телефон қосып сөйлестім шешесімен. Аузы, тісі арсиып тұр. Содан жаңағы танимыз ғой енді, баяғыда жаңағы арыз жинап жүргенде барғамыз. Үйлеріңізді ремонттадыңыздар ма? Үйге мына жылы су орнаттыңыздар ма? Сухана орнаттыңыздар ма? Әжетхана баяғыда 17 жылы сөйтіп жүредіңіздер ғой десем, ой, ол әлі орнаған жоқ. Анау сухананы орнатамыз, ыстық су қоямыз, бойлер қоямыз дедік, жоқ дейді. Шешесінің тісін көрдім, арсиып тұр, тіс жоқ. Сон телефон балаңызға беріңізші дедім. Алдым да аузымды бұзып тұрып боқтадым. Иттің ғана баласы топас. Қажылыққа $5000 шашқанша, ана тісі жоқ шешеңе тіс салып бермейсің бе, көкмей деп езуін бірақ тілдім. Ана шешеңе тіс салып берсең, анау тамақты шайнап жейді. Тамақты шайнап жегеннен кейін асқазанына салмақ түспейді. Асқазанына салмақ түспегеннен кейін тамақты дұрыс қорытады, тамақты дұрыс қорытқан соң денсаулығы жақсы болады. Ана шешең мәлкілдеп 17-ші көргеннен бүкшиік қапты бейтіп. Иілік қапты. Баяғыда емес, көзде кетіпті. Сен сұмырай, ана шешеңді $5000 жұмсап, қажыға жібергенше алдымен шешеңе тіс салып бермейсің бе? Қазір мына сүйекті тесіп тұрып, қадап орнатып беретін, қазық қып қағып беретін тістер бар. Танк сүзсе де тісімен танкіні құлатып тастайды. Темір шайнайды. Неменен сен қажылық қасықтырып жүрсің? Тісін жаса, денсаулығын оңға жібермейсің бе содан? Үйіңде суханаң жоқ екен десем, жасайым деп қол тимей жүр. Шешең намаз оқиды. Үйіңде жылы әжетхана жоқ. Әжетхана үшін 5 километр жерге барасың. Енді сол шешеңе үйіңе бір бойлер қойып, үйіңе бір жаңағы әжетхана тоңбайтындай, жылы жерде отыратындай әжетхана қойып, оның астын канализацияны ана бақшаң кең жіберіп, одан сөйтіп істемейсің бе? Ана жылы сумен, қайнап тұрған сумен келіншегің ыдыс-аяқ жуады. Шешең дәрет алады жуынып. Сұмырай, сен сонша жиған ақшаңды қажылыққа шашып тастап, соны топиып отырасың ба? Ана қақаған аязда далада құман көтеріп дәрет алып жүріп ақ шешең ауырды. Деп езуін тіліп, бақырып тастадым. Ренжіді, қабылдай алмай, 100% сенем, қабылдай алмай, мына Серікжан не болып кеткен өзі? Мынау чоқынып христиан болып кеткен бе, не бәле? Қажыға баратын адамға тіс салдыр деген несі деп, енді өсектеп жүргеніне білем енді. Өзі бірге қажыға барып, сол қайтып кеп қалал өсек айтып, Серікжан чота дұрыс емес өзі, осындай деп, қажыға барма деді. Ол менің сөзімді өзгертіп алды, қажыға барма деп айтты. Қажылықтың керегі жоқ деп айтты. Деп жаңағы өзгертіп жібереді олар. Оларға өсек айтуға рұқсат. Халал өсек, халал. Енді сөйтіп бақырып тастадық енді. Енді білесің, сүйкімді деген справкамыз жоқ, сүйкімді деген куәлігіміз жоқ. Өстіп айтпайтын жерді айтып, ұрыспайтын жерді ұрысып тастайтын жаман мінезіміз бар енді. Анаға құрмет, оны осылай құрметтейсің. Аузында тісі жоқ, қақаған аязда,
қақаған аязда құман көтеріп дәрет алып жүретін анаңды қажыға жіберіп құрмет емес. Анаға құрмет алдымен оның бүкіл жағдайын жасау. Бүкіл жағдайын жасау. Ана бүкіл сүйегін, бүкіл несін тексер, қандай витамин жетіспей жүр. Неге бүйтіп бүкірейіп қалды? Өкпесі сау ма? Тексер. Суық тиіп жүрме? Тексер. Толтыр, бүкіл витаминдерді бер. Денесіне массаж жаса, аяғын уқала. Баяғыда мен жолдастарым, жаңа қол бассамыз, күресеміз, сонда Өсеке қолың неге қарулы дейді. Біз қол неге қарулы? Шыныққан жоқпыз. Біз тек футбол тептік, астың жақ қатты кетті. Неге? Шешеме массаж жасап, қолым шынығып кетті. Ол кісінің аяқ қолы қақсайтын. Сон бала күннен массаж жасаймын. Сол массаж жасап жүріп, қол қатып кетті. Кәдімгі кез келген өзім жолдастарымды ұстаған кезде шыңғыртып жіберетінмін. Шешеге құрмет солай. Шешеге құрмет солай. Ауырса қасында боласың, сыйлайсың, массажын жасайсың. Сөйтіп, сол шешеңді кете кеткенше қасында отырасың. Міне шешеге құрмет. Ол 8 мартта мә деп бір тәл шөп ұсынып келіп, әйелді қарық қылдым, анамды қарық қылдым, қарындасымды, әпкемді қарық қылдым. 8 мартта бір уыс шөп бере салсам болды. Ол емес. Ол советский, орыстық, формалды дүние. Мына орыстар, мына советтік коммунистік аурумен ауырған орыстар барлық нәрсені формалды қылады. Барлық нәрсені өтірігін істейді. Годовой отчет. Бүкіл мекемеде совет өтірік. Жылдық доклад өтірік. Қырдым, жойдым, ақ көрдім, көк қылдым дейді. Міне бітті. Мектептерде солай. Мекемелер бірінен бір жоғарыға қарай, ауылдан бастап, ауданнан облыс, облыстан ары тұтасымен алаяқтық. Есеп шоттар өтірік, докладтар өтірік. Қағаздың бетінде тас жол салынып, асфальт жатқызылып қойды. Жоқ. Қаскелеңде ма анау станция Чамалғанда көпір, пойыз бенен жаңа КамАЗ соғылып бәленбай адам өлді. Сөйтсе, о жерден көпір салынып қойды. Қайда? Қайда көпір? О жердің халқы о жерден ондай көпір көрмеген. Пойызбен тас жол өтісіп тұрған өмір бойы советке. Сөйтсе, ол құжат жүзінде тендер өткен, құжат жүзінде $1 миллион бөлінген, $100 миллион. Құжат жүзінде және жерден көпір салынып, жаңағы пойыз көпірдің үстінен өтіп өткен ғой. Қағаз бойынша. Ешкім білмейді. Бірақ реал өмірде ештен көз көрмеген совет. Совет одағы деген осындай өңкөй, пиар, показуха, алаяқтық, көз боямашылық, өтірік, жалғандық, сондайға құрылған жүйе. Ол шайтанның жүйесі. Шайтанның жүйесі. Адамдарды өтірік тарихпен алдайды, өтірік біліммен алдайды. Жаңа бүкіл нәрсе формашылдыққа, өтірік сыртқы формаға ғана құрылған жүйе. Міне совет одағы. Міне совет одағы. Енді мен бұл жерде 8 мартта теріс демеймін. Кеше Фейсбукке біреу жазыпты. Біз тойлай береміз ол, халықаралық әйелдер мерекесі деп. Тойлай бер дедім. 1000 жыл тойла дедім. 8 март емес, 9 марттан тартып 31 декабрьға дейін тойлай бер. Қарсылығым жоқ. Халықаралық деген сөз емес, бұл советский әйелдер мерекесі. 8 март халықаралық әйелдер мерекесі деген сөз өтірік сөз. 8 март советский әйелдер мерекесі. 8 март советский әйелдер мерекесі. Совет халықара емес. Совет халықара емес. Орыс ұлы емес. Орыстың құндылығы бүкіл дүние мойындамайды. Орысты бүкіл дүние оның құндылығы мойындамайды. Өздері великий деп, великий орыс болғандықтан күн шықты, великий орыс болғандықтан жаңбыр жауды, русский зима, русский дожды дейтін жындылар. Енді русский планета, русский земля, енді кете берсін. Великий өздеріне, бізге емес, адамзатқа емес. Орыстың зұлымдығының бір белгісі кеше бүкіл дүние жүзін тіксінді. Орыстың фашизмге кетіп қалғанын, кезіндегі герман фашистерінен арман фашистік бағытта екендігін біліп, кеше бүкіл дүние жүзі жағасын тістеді.
Жағасын тістеді. Баяғыда таңырқап бір нәрсеге тіксінсек, жағаңды тісте дейтін. Жағасын тістеді. Аузы бары ашылып қалды. Жұрттың иегі түсіп қалды. Не зұлымдық? Соғыс майданында қолында қару жоқ, саусағында бір тал темекісі тұрған, темекісін тағы қорықпай шегіп тұрған Украин сарбазы туралы видео бүкіл дүние жүзін дүр сілкінді. Бүкіл дүние жүзі. Енді әлемдік медиада бұны айтпаған, жазбаған ешкім қалмады. Жаңағы Украин сарбазы қолында темекісі тұр, қару жоқ, тұтқын. Женева конвенциясы бойынша тұтқынның жағдайы жасалу керек. Тұтқын ұрылмау керек. Тұтқынды ұруға болмайды. Тұтқынды өлтіруге болмайды. Тұтқынды азаптауға болмайды. Тұтқынды тамақтан қинауға болмайды. Тұтқынды әжетханадан қинауға болмайды. Тұтқынды жаңа кез келген керек затын береді. Тұтқын егер жаралы болса емдеуге тиіс. Бұл бүкіл дүние жүзі келіскен Женева конвенциясындағы шарттар. Ресей қол қойып қойған. Енді қара. Жаңағы тұтқынды алады да орыстар. Қолдарында қаруы бар. Орысша сөйлеп тұр. Сіздер де, мен ойлаймын, сол видеоны көрдіңіздер ме? Астында жазыңыздаршы. Көрдіңіздер ме? Анау ала темекісін шегіп тұр. Менсініп тұрған жоқ. Ананың темекісін шегіп, менсінбей тұрған видеосын көріп, разы боласың. Разы боласың. Нағыз еркек екен. Еркекше өл. Темекісін шегіп тұр. Ана орысты адам көріп тұрған жоқ. Ананың жүрегінде орысты тіпті қорашсынып тұрғаны, менсінбей тұрғаны, бойына тоғытпай тұрған паңдығы, ананың патриоттығы ең соңғы сөзін айтып қалады ғой. Ең соңғы сөзін. Даңық Украинаға дейді ғой. Glory to Ukraine дейді. Даңық Украинаға дейді. Жеңіс Украинаға дейді. Ал міне, дұрыс айтып. Ана жерде мүмкін 100 оқ дейді, пулеметтен оқ жаудырады. Тіпті пулемет оқ жаудырған ананың қолында бүйтіп сілкілдеп кетеді ғой. Ананы тура көз жақын аралықтан атып, оқтың от боранның астында қалдырады. Енді осы видео бүкіл дүниені шошытқаны соншалық. Орыстардың жауыздығы, орыстардың иттігі, орыстардың қайуандығы, тіпті орыстарды қайуан ит десең, итпен қайуан қобал, адамдықтан безген қайуанның өзі өйтіп бірін-бірі қорламайды. Сөйтіп өлтірген видео бүкіл дүние жүзін дүр сілкінді. Енді орыстар ойбай, бұның бәрі өтірік. Өтірік болғанда өтірік, бұл Украинаның бізге жапқан жаласы деді. Сөйтіп еді, украиндар бұл өлген солдаттың аты жөніне дейін анықтап шығып, енді оны ұлт қаһарманы деп өрден беруге ұсыныс жасап жатыр. Атына дейін анықтаған. Мен керек десеңіз аттарын да анықтап бере салайын. Оның атына дейін анықтап қойды ғой. Сонда ол қалай Украиндікі болады? Сонда Украин өзінің адамын өзі сөйтіп мүмкін емес. Мүмкін емес. Енді жаңағы бұл енді сұмдық оқиға болды енді. Қазір енді бұның аты Тимофей Шадура Николаевич екен. Тимофей Шадура Николаевич екен. Бұл бұрынғы нөмірі 30-шы механизацияланған бригаданың кәдімгі official сарбаз екен. Биыл 41 екен жарықтық. Биыл 41 екен. Міне Тимофейді енді кәдімгідей оны ұлт қаһарманы дейтін өрден беруге украиндер атсалысып жатыр екен. Бұл қазіргі осы біздің соғыстағы, осы уақытқа дейін соғыстағы ең сұмдық оқиға болып қалды. Жұрттың бәрі ойлайды, бір Украин өлді, онсыз да бәлен адам өліп жатыр дейді. Мына дүние, мына адамдардың назары кейде осындай бір нәрсеге ауады. Осындай бір нәрсе. Иә, соғыста 100 мыңдаған орыс өліп жатыр, украиндер өліп жатыр. Иә, бірақ мынандай бір оқиға адамдардың назарына ұмытылмастай болып қалады.
жүйкеге бірінші әсер етеді, жүрекке әсер етеді. Жүрекке әсер етеді. Дүниеге бүгін Украинада жаңағы орыстың бәлен әскері өлді, Украинаның түген әскері өлді, түген ғимарат қирады десең, адамдардың санасына ол бірден әсер етпейді. Ол мүмкін украиндерге әсер етеді. Мысалы, Бахмуттың қаласында мынандай докторханаға ракета түсіп, бәлен адам өлді. Жаңағы Бахмут қаласындағы театрдың төбесі опырылып, ракеталық соққыдан қирап қалды деген хабарлар украиндарға әсер етеді. Неге? Ол жерде болған, театрда болған, бала күнде оқыған, әңгіме естіп украиндер жүр. Бірақ шеттегі адамдарға ол бір жай ақпарат сияқты, мысалы, жай ақпарат. Бірақ мынау сияқты оқиғалар, мынау сияқты типтік оқиғалар, бұл жаңағы Тимофейдің өлімі, бұл 100 мыңдаған, тіпті миллион адамның өлімінен арман адамның жүрегіне әсер етеді. 100 мың емес, миллион адамның өлімінен. Тіпті бәлен жерде апат болып 100 мың адам өліп қалды десе, адамдар кока-коласын ішіп, шайын ішіп отырып, өткізе салады, өліп қалды деп. Бірақ мынандай оқиға жүйкеге әсер етеді. Жүйкеге әсер етеді. Енді осыдан барып ойлай берейік. Орыс кәдімгідей ашық әшкере соғыс қылмысын жасады. Енді орыстың медиалары шулап жатыр. Твиттерді қарасам, ойбай, бұл Украинаның шоу болып жатыр. Ақ-көк, анау-мынау дейді, бірақ Украинаның шоу емес. Бұл Тимофейдің атына дейін анықталып отыр. Кім екен анықталып, өлген анықталып отыр. Және видеоны орыс медиаларында бірінші таратқан. Орыстар ең сұмдығы бұны істеген, түсірген адам түгілі, мананы қуанып, рахаттанып, орыстың, Ресейдің әлеуметтік желісіне салған адамдарды қарап отырсаң, олар зұлымдықтан рахаттанатын адамдар. Мысалы, зұлымдықтан рахаттанады. Енді қараңдар. Мына Қытайдың баяғыда көп видеолары жүретін. Әлеуметтік желіге жаңағы мен көрмейтім де салмайтым. Сонда жаңағы кәдімгі итті алып келеді, мына кеңірдегінен бүйтіп қысатын темірменен итті қысып алған. Соны көтеріп алып келеді, темірмен қысып алған ит. Ана қайнап, дәу жаңағы тай қазан дейді ғой, тай сап жіберсең жүзетіндей дәу қазанда бырқылдап қайнап жатқан суға ана итті әкеп салып жібереді ғой. Қытайлар. Ана ит чыңғырып, қыңсылап бітеді. Бұл бір. Сонда ана қалың бәленбай Қытай ана жерде сол үлкен бір итті пісіріп жейтін бір мерекелері бар екен. Сонда қарқылдап күліп мәз болып жатыр. Бұл бірінші. Екінші. Кәдімгі тайынша. Кәдімгі кеңірдегінен темір жаңа қарғыбау сияқты өткізіп, темір діңгекке байлап қойған тайынша. Қолында дәу түтік, ана газ баллонға жалынған, ана бүркетін газ, лауылдап от 1 метрге жетіп тұр. Ана тайыншаны тірідей үйтіп жатыр Қытайлар. Ана айналада қоршап тұрған қалың еркегі бар, әйелі бар, бала бар, ең сұмдығы бала. Тіпті кәрілер де бар. Баладар қарқылдап, күліп, шапалақтап тұр. Фейсбукте бар осы үйде. Ана Қытайлар мәз болып, ана аяғынан үйт. Аяғын үйтсақ жаңағы ол құлақ қалады. Мұна аяғы үйтпей, мұна алдымен ішін қарнын үйтейік деп, тірідей тайыншаны үйтіп жатыр. Міне бұл Қытай. Оригинал Қытай. Маймылды, мұна оңтүстікте, маймылды кәдімгідей мұнау үстел болады, анау тамақ ішетін ресторандарда. Сол үстелдің 4 жағы астыдан аяғыңыз тұратын жағында темір решеткамен қоршалған. Соның астынан маймылды алып келеді. Маймыл ана үстелдің екі бетіне маймылдың жаңағы басы ғана қылтиып шығады. Мынандай кішкентай бас сиятын жерде маймылды шығарып қойған. Сөйтеді ана үстелде кәдімгі автоматты кнопка бар. Ана маймылдың басын ұрғанда тура қарбызды бүйтіп кескендей маймылдың басын кесіп тастайды. Төбесі, бас сүйегі кесілген. Төбесі бүйтіп кесе ұқсап бүйтіп ашық тұрады. Ана астында тыпырлап шыңғырып тұр, бірақ ол жабық болғандықтан сізге зиян жеткізбейді. Бүйтіп шыңғырып тұр. Енді сол тірідей басы бүйтіп
кесілген жанамалап басын бүйтіп шауып тастаған маймылдың миын тірідей жейді қытайлар, рахаттанып тұрып. Ромкасын кішкентай мынандай ромкасына қытайский жаңағы аштарақтарын құйып алып, гамбей, гамбей деп тұрып, жаңа біріне бір денсаулық тілеп, бел байы, мына маймылды мына басын шауып тұрып, тірідей астында шыңғырып, тыпырлап жатыр. Қа деп күліп. Міне бұл Қытай. Тірідей маймылдың миын жейді. Тіпті туған сәбиді, шақанақ сәбиді жейді. Неге? Ұзақ өмір сүреміз дейді. Әйелдің туғаннан кейінгі түсетін бала жолдасын жейді. Неге? Анау бала жолдасында энергия көп, қуат аламыз, өлмейміз деп жейді. Жаңа туған сәбиді сойып жейді. Қуат аламыз, ана сәбидің өміршеңдігі күшті дейді. Бұл Қытай. Енді содан кайф алады, рахаттанады. Ана тірідей күйдіріліп жатқан бұзауды отқа тікет, қайнаған суға тасталған иттің шыңғырғанын көріп, ана тайынша бұзауды ана отпенен күйдіріп, темірмен құрсауланып тұр ғой, ол қашада алмайды. Ең соңында құлайды, шыңғырады, мәз ана Қытай, баласына дейін қол шапалақтайды. Міне бұл Қытай. Орыстар жаңағы Тимофейді атып тастаған видеоны ерлік деп біріне бірі таратып мәз болып жатыр. Бірақ бүкіл адамзат, күллі адам баласы орыстың иттігін тағы бір қырынан таныды. Ит десең итке обал. Бұл хайуан екеш, хайуанның өзі істемейтін иттікті істеп отыр. Бұл соғыс қылмысы. Кәдімгі соғыс қылмысы. Қаруы жоқ адамды атуға тиым. Тұтқынды қорлауға тиім. Женева конвенциясында тұр. Бұл орыстың міне нағыз адам аузы бармайтын зұлымдығы. Қытайда сол. Бұлар осындай зұлымдықты батырлық деп біледі. Ортасында енді әңгіменің кезегі келгенде айта салайық. Баяғыда 16-17 жылы Қытайдың қазаққа жасаған зұлымдығын бірінші болып жаңағы дүниеге айтып, дәлелдеп, шетелдің тілшілеріне жазып, сөйтіп шу-шұрқан болып жатқан кезімізде енді Фейсбукта Қытайдан келген қазақтардың көбі қорқады, анда әкесі қалған, шешесі қалған, біреуінің бәленбай апайы сол жерде жаңағы ұзатылып, сол жерде қалып, оның бала шағасы ер жетіп кеткен, осында келген жастар Фейсбукта өз аттарымен нәрсе жазса, Қазақстандағы Қытайдың диаспора өкілі Омарәлі Әділбек деген Фейсбукта аңдып отырады, WeChat'та аңдып отырады, Instagram'да аңдып отырады. Сен неге? Ана кез келгенде жаңағы. Ай, сен бәленше, сенің пәлен деген апайың бар екен, жездеңнің аты Түгенбай екен. Ай, елелік бәленбай, сенің жаңағы екі ағаң күнесте қой. Ай, 6 айлық жаңағы Мырқынбай, сенің пәлен деген екі апайың мен жездең Қытайда екен ғой. Ай, Тарбағатайдың Түгені деп әлгі кез келген Фейсбукте Қытайдың қылмысын ашқан қазақты қорқытып, оның бірден қолында архив не тұр ғой, ана Қытайдың ұлттық қауіпсіздігінің архиві тұр. Бірден сенің мына жазғандарың қаттаулы, шоттаулы тұр. Сен абайла мына Атажұртқа Серікжанға алданба деп Омарәлі Әділбек Фейсбукте атойлап алға шықты. Әшейін Қытайды ақтап жақтап. Сөйтіп жүрсек, бір батыс елдерінің бір күні бір елшілігі қоңырау шалады. Мистер Серікжан, мистер Серікжан, сіздер бір келіп кетсеңіздер, бір кофе ішсек, қандай жер? Ой, маған бәрібір айтты, кием баңдымайтын жер болса, кофе іше береміз дедік. Сонымен кезіктік. Сіздердің мынау Қытайда зұлымдық көрген қазақтар туралы мына істеп жатқан жұмыстарыңыз, әлемдік ақпаратты көтеріп жатқандарыңыз керемет деді. Керемет, рахмет, thank you дақпайдық. Енді ойлап тұрмыз ғой, бір келе доллар беріп жіберім екен деп. Сөйсек бір келе доллар жоқ. Әгі отырып, анан айтып, мынан айтып, о жақты сұрап ке, біз үміттеніп тұрмыз бір келе доллар беріп. Содан әгі төлей алмай тұрған офисіміздің арендасын төлеп, конференция өткізейік десек, қонақ үйлерден зал ала алмаймыз, конференция залы. Оның бір күндік арендасы деген 100 мың теңге. Оны төлеу керек. Ана жаңа операторға айлық бере алмаймыз. Мына жоқ жүтік бар, ана әкесі қамалып қалған тірі жетімдер бар, әке шешесі бірақ қамалып туыстарының үйінде жүргендер бар, көршісіне қарап тұрыңдар деп балаларын тастап барамыз да келеміз деген ата-аналар қамалып қалғандар бар, күйеу қамалып қалған әйелдер бар, жетпейді ақша, анаған көмір әперу керек, мынаның баласына қыстық аяқ керек, мынау аш отыр жаңағы сирағын кеміріп. Мен ойлап тұрмын. Сон бір кезде жаңағы мәлім батыс елінің елшісі
Соны кофе ішіп отырып, бәрі дұрыс қой, бәрі жақсы қой, бірақ сіздерде бір нәрсе дұрыс болмай тұр дейді. Қандай нәрсе дұрыс болмай тұр? Жуырда мына Қытайдың Қазақстандағы диаспора елшілігі бізге арнайы хат жазып, Қытай елшілігінің адамдары бар. Арнайы кездесейік деді. Сосын біз ойладық, Қытай тарап мына қамалған қазақтар мәселесін оң шешеміз деп бізге батысқа бір түсініктеме береді екен, дипломатиялық деп қуанып, әлгілерді күттік. Сөйтсек олар қолына мынандай қағаз алып апты дейді. Сөйтсек дейді, әгі қағазда өңкей жаңағы Жайлауқан Жайлаукүл қызы, жаңағы Мырқынбай Мырқынбекұлы, Тырқынбай Тырқынбекұлы, жаңағы Екпін, Өрлеу, Қытайдың қазақтарының аттары бар ғой, арнайы мына. Қазақстан қазақтарында кезікпейді. Мынау Қытайда салтанат деп қызға да қояды, еркекке де қояды. Жаңағы Екпін, Өрлеу, Даму, Төңкеріс, Күрес, тағы қандай аттары бар? Қытай қазақтарының өңкей сондай бір қызық аттары бар өзі. Жеңіс, сосын тағы не аты бар? Бір қызық аттар бар енді. Қазақстанда қоймайды ғой. Екпін, Даму, Өрлеу, Жеңіс, Шалқы, Ынта, не дейді? Ой, сондай бір қызық аттары бар өздерінің бір жасап алған. Сондай аттармен тіркелген фейсбуктер бар екен, өңкей фейк. Сөйсем әлгіде жаңағы біз айтқан қайнаған суға тірі тасталған ит, отқа тірі күйдіріліп жатқан тайынша бұзау, тірідей миын ойып желіп жатқан маймыл сияқты видеолардың бәрі тұр. Соны не болды? Мына сіздердің ата жұрт өстіп, Қытайдың мына Қытай халқын Қазақстанға жек көрішті көрсетіп жатыр екен дейді. Ал содан не болды? Омарәлі Әділбек па? Омарәлі Әділбегі бар, мына Қытай диаспорасы ұйымы бар, жаңағы бәрі сөйтіп келіп, өстіп, мына сендер қолдап отырған деп айтады екен. Мына ата жұрт өстіп Қытай халқын Қазақстанға жек көрінішті көрсетіп жатыр. Мынау итті тірідей суға пісіріп жеу, бұзауды тірідей қақтап жеу, ол Қытай халқының ұлттық мәдениеті, олардың тағам өркениеті, бұл олардың өздерінің ұлттық дәстүрі. Қазақтарда да дәстүр бар, мысалы, ат жарыстырады, қыз қуар болады, мысалы. Оны Қытайға сүйкімсіз көрсетпеу керек. Сол сияқты Қытайдарда өстіп мынандай тағам мәдениеті бар. Оны сөйтіп мынау ұлттың ортасына от жағып жатыр деп бізді жамандапты. Сосын анау сол батыстың сол мәлім елшісіне біз айттық. Бірінші дедік, мына аккаунттың бәрі біздікі емес дедім. Мына көр, бәрі фейк аккаунттар. Кейбіреудің суреті бар, бірақ ол шын адам емес. Өздері бір көшеде кез келген біреуді сақ етіп фотоға түсіре салады да қоя саған. Біз емеспіз дедім. Екінші дедім, біз ол Қытайдың итті қақтап жей ма, бұзауды өртеп жей ма, біздің қақымыз жоқ. Біз ана жерде қазақты қамаған үшін ғана оларға қарсы күрестік. Біз оларды жек көрінішті көрсетейік деген ойымыз. Үшінші, соларға ана ит, мысықтың әңгімесіне бұрын ана қамалып жатқан қазақ туралы айтыңыздар дедім. Төртінші, бізге беретін бірдеңеңіз бар ма десек, жоқ дейді. Онда goodbye деп кетіп қаламыз. Міне әңгіме қайда жатыр. Біз жаңа орыстың зұлымдығынан шығып кетті ғой, сосын бір қосымша әңгіме, қайтадан әңгімемізге келейік. Бұл жерде соғыста енді қазір бір таңғажайып құбылыс болып тұр. Бүгінгі тақырыбымызды көрдіңіздер ма? Соғыс дегендегі С, латынша С, және ол доллардың белгісі тұрды. Доллардың белгісі тұр, латыншасы. Неге? Қазіргі соғыс, ана аспан ұшып жүрген ракета, ана атылған қанатты зымыран, бәріне доллар, бәріне ақша. Сондықтан соғыс деген сөздегі сының өзін біз доллардың белгісімен жазғанымыз, бүкіл дүние жүзінде қазір, кешіріңіздер, бүкіл дүние жүзінде соғыс деген нәрсе ол тап-таза доллар. Соғыс деген нәрсе тап-таза ақша соғысы. Ақшасы болмаса Путин соғыс алмайды. Ал Путиннің қазіргі өліп өшіп соғысып жатқаны тағы да ақша үшін. Мына кеңірдегім жыбырлап. Күтесіздер ме? Мен барып бір кофе ішіп келсем. Күтесіздер ме?
Құдайым. Бұл енді сондай соғыс. Енді мен мына соғыс туралы бір-екі ақпараттарды айтайын. Путиннің ақшасының көптігі соншалық, қазір бүкіл дүние жүзі Путинге санкция салғанына қарамастан Путиннің соғысы тоқтамай жатыр. Бірақ Путин сорлыда қару қалмай жатыр. Ресейде жаңағы ракета өндіретін өндіріс мүлде тоқырап тұр. Бір, екінші, зеңбіректің оғын жасау мүлде жетіспей жатыр. Қанатты зымырандарды жасау Путинде мүлде үлгірмей жатыр. Енді Иран мен Қытайдан алды. Қазір Путинге ақша беріп отырған үш ел бар. Бірі Иран, Иранның артында Қытай тұр. Қытай Иранның мұнайын сатып алып, сол арқылы Ресейге берді. Екінші, Қытай 2-3 есеге қымбатқа Ресей мұнайын алып, Ресейге ақша берді. Үшіншісі Индия. Әлемдегі ең үлкен екі жан саны бар Индия мен Қытай қазір Путинге бүйрегі болып тұр. Қазір мынау Қытайда кеше Қытайдың премьер-министрі Ли Кечан сөйледі деп айттым. Екі видео әлеуметтік желіні жарып тұр. Біреусі Ли Кечан Қытай өкімет құрамындағыларменен бейресми сөйлеп отырған, ресми әлде бейресми түсірілген бір видео бүкіл желіні жарып тұр. Онда Ли Кечан өзін қоршаған тұтас сол Қытайдың өкіметіндегілерге, Қытай былайша айтқанда Гоуян дейді, соған рахмет, бүгін күн қандай тамаша, күн деген жарқырап тұр, біздің ниетімізге қарай, сіздер еңбек еттіңіздер, табан ет маңдай терлеріңізді халыққа арнадыңыздар, мынандай тамаша күнде соның белгісі, бірақ ұмытпаңыздар дейді, бірақ бір сөзді сұмдық айтып қалады. Елдер айтады ғой, мына ел аузында бір сөз бар ғой, адам істеп тұр, бірақ Құдай көріп тұр ғой дейді. Жынзай кан, кензай кан дейді. Мына сөзді қараңыздар, өзі алтақ иероглиф. Жынзай ган, кензай кан дейді. Адам істейді, Құдай көріп тұр дейді. Енді қазақшаға аударсақ, құмырсқаның басқаны Құдайға енді. Енді бұл сөз бүкіл желіні жарып тұрғаны не? Біріншісі, Қытай коммунистері Құдайсыз еді ғой. Ол неге аяқ астынан Құдай деп? Тен дейді да. Тен деген Қытай тілінде аспан, тәңір деген. Негізі біздің тәңір деген сөзімізбен сол тамырлас тен. Себебі ескі Қытай тілінде ол тер. Біздің тәңір. Соған келеді. Тен деген аспан деген сөз. Құдай деген сөз. Кеңістік деген сөз. Олардың ұғымында Құдай аспанда деген сөз. Міне. Енді бұл жерде ол неге құдайшыл болып қалды? Әдетте бұл сөзді қандай жағдайда айтады? Бір қазақ айтатын әлі жетпеген ақиретшіл дейді. Әлі жетпеген қайтеді? Ақиретте алам. Ақиретте есебіңді алам дейді. Бұны қазақ бүйтіп айтып қойған. Әлі жетпеген ақиретшіл деп. Мынау кетіп бара жатыр премьерліктен. Қытай үкіметіндегі жалғыз реформатор, жалғыз өндірісті дамытуды көздейтін, Дэн Сяопиннің жолымен жүруді құптайтын жалғыз реформатор. Қытайдың бүкіл өкіметіндегі жалғыз білімі бар, жалғыз мынау Қытайдың ескі иероглифін танитын, жалғыз ана хатшысы жазып берген тексті жаңылмай оқи алатын сауаты бар, жалғыз осы Ли Кечан. Арада Си Цзиньпин деген хатшысы жазып берген Қытайдың иероглифін қате оқиды ғой. Ол енді оны мен 19 жылы 20 жылы бәлем байтыпты, мынандай доскаға жазып тұрып, оның қате оқыған әріптері, оны қате оқыған кезде оның мағынасы қалай болып кетеді, бәрін көрдік қой. Туншан Куаньи деген сөздері бар енді, сұмдық масқара енді. Мынау біздің Қытай танушы Қазақстанда мына Қытайдың жері деп дәлелдеуге тырысып жүрген Алматыда Қытай тану институтының директоры Дүкен Мәсімханның біліміндей білім бар енді. Мына Си Цзиньпинде. Мына Дүкен Мәсімхан сол Си Цзиньпин екеуінің деңгейі бірау. Бір-бірімен сөйлессе тіл табысады енді. Жегі, неге деп тұрып сөйлеседі де бұлар енді. Қытайдың ең көше тілдерімен. Анау көшеде өскен қара, надан, сауатсыз топастарының тілінде сөйлесе алады да. Енді қараңыздар. Қытайдың коммунисті тен деп айтпайды әдетте.
Бұлар өздерін құдайсызбыз дейді. Ал мынау аяқ астынан құдайды айтып қалды. Ол әбден жеңілгендегі кезі. Себебі бұл жеңілді. Ши тұтасымен таза командасын жасақтады, мынау кетті. Мао Цзедоңның жолы қайтадан қайтып келді, Дэн Сяопиннің реформа есігі ашуы тәмам болды. Қазіргі Қытай соғысқа кетіп бара жатыр. Тек Фужан өлкесінен шыққан, тек анау Тайваньмен бетпе-бет теңізде, Тайванда күн ашық күнді көруге болады Фужанда. Сол Фужан өлкесінен шыққан кезінде Си Цзиньпин сол Фужан өлкесінің орталығы Фужу қаласының әкімі болған, қаланың мері болған. Бірақ ол Фужу қаласы бүкіл Қытайдағы бәленбай өлкенің қаласы қала дәрежелі болғанда, анау аймақ дәрежелі қала болған. Кәдімгі Алтай аймағы деген сияқты. Міне көрдіңіз ба? Ол енді әрең дегенде бір өлке орталығының әкімі болдым дегенде сөйткен. Енді сол Фужан қаласын әдейі төмендетті Мао кезінде. Неге? Бұл қаланың халқы, бұл Фужан өлкесінің халқы кедей, таулы өңір және соғыс құмарлау. Тарихтан бері патшаларды аударған төңкеріс сол жақтан шығып отырған. Қытайда сөз бар. Чуншан пиран чудяумен дейді. Жаңа тақыр тау, кедей, тақыр тау, қағыр жерден құтырған халық шығады дейді да. Құтырған халық шығады, құтырған қауым шығады дейді. Яғни жоқшылықтан, кедей жерден жамба қалмаған қауым құтырып сондай болады деген сөз. Енді бұл қазір 20 өлкенің бастығын сол Фужаннан қойды. Фужанның маңызы не? Бұл Мао көтермегенді көтеріп отыр. Бір. Екінші, кезінде өз жұмыс істеді, ананың бәрі өзінің қол астында болды. Бұл өз командасын жасақтап еді. Бейне Назарбаев чапрашты түгілі қазақта емес болғанына қарамастан, қалмақтың тұқымы екенін жасырып, әдейіге айналасына шапраштыларды жиды. Мен бұл жерде шапраш тұруына анау-мынау наразылығым жоқ, рушыл емеспін. Бірақ Назарбаев шапраштыларды өзін қорғайтын сыртқы қорғаныш шеңбер, сыртқы қорғаныш қабат қылып жасады. Қаланы айналдырып қорған соғады ғой бұрынғысы. Сол сияқты шапраштыны қорғаныш қылды. Өзін өтіріктен шапрашты көрсетіп, шапраштыларды мәнсапқа қойды. Алматының әкімі, анау Астана, міне Фейсбукте жүр ғой, қарасаңыздар, бүкіл Қазақстанның ең лауазымды, тіпті ең қысқасы, анау шапраштылар жасайтын жеріміз, ана батыстағы бір жердің участковыйына дейін шапрашты болып кеткен ғой. Әйтеу атын жазалатын шапрашты болса, мысалы, Шашкебаев деген шапрашты болса, мысалы, Шашкабаев деген, атын енді Шошқабаев деп жазалатындай сауаты болса, біттәгінің бәрін мәнсапқа қойды. Неге? Команда жасақтамау. Басқаларды қақпайлап, өзін қорғайтын бір сыртқы ядролық құрылым жасақтау. Енді мынау тура сөйтіп Фужандықтарды өзінің командасы қылып жасақтады. Ал Фужан тұттасымен ол жерде экономика жоқ, байлық жоқ, бірақ ол жер тарихтан бері Тайванға соғыс ашатын алдыңғы шеп. Демек Қытай соғыстық модқа, соғыстық сипатқа ауысты. Онсыз да 18 пен 60 арасын тұтас армияға аламыз деген бұйрық шықты. Үшінші, Қытайда енді партия орталық комитетіндегі жетіліктің өзі Ши Цзиньпинге доклад жасайтын. Кәдімгі бүкіл ақпаратты партияның ең жоғарғы политбюросына тікелей доклад жасайды деген бұйрық берді. Қабат-қабат емес. Яғни патшалық жүйе. Бұрын қабат-қабат жүйе болса, енді тіке партия орталық комитетіне. Және не дейді? Партия орталық комитетіне және Ши Цзиньпинге дейді. Ши Цзиньпин партия орталық комитетімен бірге. Ал партия орталық комитетінің өзі Ши Цзиньпинге тіке доклад. Яғни бұрынғы кездегі патшалық замандағы әрбір ауданның әкімі тіке патшаға тіке зоужы дейді. Яғни патшаға хат түсіреді. Сол сияқты хат түсіретін, доклад жасайтын жүйе жасады. Екі. Ішкі істерменен ұлттық қауіпсіздікті тіке Ши Цзиньпиннің қолына қарады. Енді үкіметке қарамайды. Енді армия
халықтың ішіндегі сот мәселесін, қылмыстық істерді армияның шешуі, соттың билігіне армия араласуға құқылы деді. Енді қысқасы Қытай тап-таза милитаристік мемлекетке айналды. Сот биліктен тәуелсіз делінеді қағаз жүзінде. Сол соттың өзіне армия килігеді деген бұйрық шықты. Енді Қытай тап-таза милитаристік ел, яғни әскери ел. Солтүстік Корея сияқты. Барлық нәрсе әскерилерге бірінші. Әскеридің айлығы жоғары. Әскери барлық нәрсе. Әскери билік мына жергілікті әкімшілік биліктен жоғары болады. Мына жердегі кішкентай әскери командир ауданның облыстың әкімінен жоғары мансапқа ие болады. Өзі биледі. Тіпті бара-бара сол аудандық облыстық әкімшілікті әскери генералдар қолына алуы мүмкін. Неге? Қытай соғысқа дайындалып жатыр. Осы кеше түнде болған Қытайдың жиналысында Ши Цзиньпин аяқ астынан Американы қатаң сынға алды. Қатаң сынап жіберді. Әдетте бұндай нәрсені көбінесе сыртқы істер министрлігі немесе сыртқы істер министрінің баспасөз хатшысы сынайды. Бірінші басшы бір елге қатаң сын айтпайды. Ал Ши Цзиньпин неге айтты? Енді Америкамен амыра жоқ деген сөз. Қайта-қайта Қытай өзінің экономикасы шатқаяқтап тұрғанда, қайта-қайта батыспен бір жақсы қарым-қатынас жасаймыз дейді де, онысынан таяды. Қысқасы Қытай анау біресе көл, біресе шөл бөлетін қырсық қатын сияқты. Анау байынан таяқ жесе де бір мінезін өзгертпейтін, тілін тартпайтын, бірде көл, бірде шөл болатын, осы бірде ашылып, жайдарланып, бірде қуырылып отыратын бір жаман адамдар сияқты Қытайдың сыртқы саясатта біресе алай, біресе былай болып тұр. Енді Америкаға неге сын айтып тұр? Американың қазір бүкіл саясаткерлері Ресей маңызды емес, Қытай бірінші жау дегенге келді. Ресей маңызды емес деді. Неге? Ресейдің шамасын білді. Украинаның өзіне шамасы жетпей, құрған сорлы Ираннан дрон сатып алғаннан ақ Ресейді білді, Қытайды бірінші жау деп отыр. Ал кеше НАТОның әскери басшысы Молдоваға қаратып, Молдова қорқпасын. НАТОға қосылам десе, шаруасын тездетсін, бірақ Ресей қорқынышты емес, Ресей Украинаның өзінен алысып, соның өзіне шамасы жетпей жатыр деді. Мәлім тұрғыдан Молдованы жұбатты. Яғни Ресей НАТОға қауіп төндірмек түгілі Украинамен алысып жатыр дейді де. Бұндай сөз Путин үшін алғанда өте үлкен абыройсыздық болып тұр. Өте үлкен абыройсыздық болып отыр. Грузияда үлкен ереуіл басталды. Саакашвилидің отанында көктем басталды. Грузия көктемі, Гүржі көктемі қазаққа жұғысты болсын деп тілейік. Бар болған не? Мәскеушіл билік Грузияда шетел агенті туралы заң қабылдамақ. Егер бұл заң қабылданса, екінің бірін егіздің сыңарын шетелдің шпионы деп түрмеге қамайды. Бейне Серікжанда Қытай мен қазақтың достығын білдірдің деп түрмеге қамаған сияқты. Тура осыдан, міне қанша жыл бұрын, 2019 жылы. Қанша жыл қой дейді? 20-ға, 21-ге, 22-ге, 23. 4 жылдың алдында мені 10 наурызда қамаған. Енді ана заң шықса, ол біздің Қазақстанның 174-ші бабы сияқты. Кез келгенді алады, шетелдің агентісің деп ұстай салады. Соң халық наразы болды. Халық ереуілге шықты. Бүгін 2-ші күн. Грузия халқы су шашып жатыр. Оқ атып еді, халық тіпті, одан оқтан атқан қарамай тіпті ары қарай ушыға түсті. Біз бұған жіті назар аударамыз. Соңғы жаңалықтарды Фейсбукте бөлісіп отырамыз. Соңғы жаңалықтарды Фейсбугімізден көрерсіздер. Грузия көктемі қазаққа жұғысты болсын деп айтамыз. Грузия көктемі. Ал Украин Бахмутта қанды кескін шайқас жасап жатыр. Өте сұмдық шайқас жасап жатыр. Қайтпаймыз дейді. Қайтпаймыз дейді. Украинаға мойындайсың. Шынында даңқ пен жеңіс Украинға деп дұға жасаймыз. Қалың елім қазағым, аман сау болыңыздар. Естіп отырсаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер. Тіркелмесеңіз каналыңыз
сізден автомат шықпайды. Әрбір қазақ комментарий жазсын, бөліссін, таратсын. Міндетті түрде 60 апа 70-ге жіберіңіздер. Неге? Сіз әр комментарий жазған сайын, мысалы түсте бір жазып, кеште бір жазып, есіңізге түсе қалғанда жазып отырсаңыз, сіздің әрбір жазған комментарийіңіздан бұл анау Қызылордада құмда жүрген қазақтың телефонынан сопаң етіп мен шыға келем. Шымкентте бір қазақ мен өмірі тыңдамаса, сопаң етіп мен шыға келем, тыңдап, мынау жақсы айтады екен дей бастайды. Міне, Қостанайда бір қазақ, қазақша енді үйреніп жүрген, телефон ашып қалса мен шыға келем. Ол неден? Сіздің комментарийіңізден. Себебі қазақстандық интернеттік IP адресте сіздің бізге жасаған жауаптарыңыз, реакцияңыз қазақстандық IP адресте біздің каналымыздың актив болуына көмектеседі. Жақсы, аман сау болайық. Әр қазақ 1000 қазаққа таратып отырыңыздар. Қазақ саяси сауатты болса, құл болмайды.